Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге балмұздақ немесе пломбир кремін жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алдын ала барлық затымызды дайындап аламыз. Сүтімізге қантымызды, жүгер крахмалын, 2 сарыуыз салып, жақсылап араластырып, газға қоятын боламыз. Жай отта араластыра отырып, қою масса болғанша ұстаймыз. Бетін жауып, толық суығанға дейін қойып қоямыз. Суығаннан кейін бетін ашып, үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымызды салғаннан кейін тағы бір араластырып жібереміз. Енді осы кремімізді біз алып басқа ыдысқа салатын боламыз. Енді 33%-дан жоғары сливкимізді құйып, сәл қою болғанша миксерлейтін боламыз. Осындай қою болған кезде бір-бір қасықтан сала отырып, араластырып, крем шығаратын боламыз. Бұл кремді басқа да көптеген торттарға қолдансақ болады. Өздеріңізге ұнаған торттарыңызға жасап көріңіздер. Бұл кремнен балмұздақтың дәмі шығып тұрады. Өте керемет кремдердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа да кремдердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.